Өзіңді бағалау мен кешіру. Кешіру мықтылардың ісі. Әлсіздер кешірімді бола алмас. Өзін бағалау мен кешірімді болудың арасында тығыз байланыс бар. Сен өзіңді бағалаған сайын адамдарды мейлінше кешіріп, оларға кеңпейілділік танытасың. Эгодан, яғни өзімшіл болудан аулақ тұрасың. Әрине, өзімшіл болмаған дұрыс. Адам өзіне өзі қаншалықты төмен бағалаған сайын кешіру, кеңшілік қылу оған соншалықты ауыр тиеді. Алайда, ол бұл ізгі жол арқылы кешіру ұғымын, пайымын, берік ұстану арқылы өзін өте жоғары бағалап кемелдене түседі. Адамдармен жиі араласқан сайын оларды жақсы тани бастайсың. Адам баласының жаны, болмысы туралы оқыған сайын олардың түрлі ала-құла екенін түсіне бастайсың. Адамның өзін өзі бағалау тұрғысынан 3 үлгісі. Бірінші түрі өзін шектен тыс бағалайтын адам, екінші түрі өзін тиісінше бағаламайтын адам, үшінші түрі өзіне дұрыс баға бере алатын адам.